Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тортқа обтяжка жасаймыз. Тортты қалай тегіс қаптауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге сливки 33-35%, творожный сыр және сахарная пудра қажет болады. Сливки мен творожный сырымыз міндетті түрде холодильниктен шыққан мұздай болуы керек. Ыдысымызға сливки, творожный сыр және сахарная пудрамызды салып, сахарная пудрамыз жан-жаққа шашылмау үшін кішкене араластырып аламыз. Содан соң миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеуді бастаймыз. Миксерлеу барысында миксердің жылдамдығын көбейте отырып, тығыз өз-өзін ұстап тұратын крем шыққанша миксерлейміз. Шамамен 3 минут миксерлеулеріңіз мүмкін. Кремімізде творожный сырдың ірі түйіршіктері қалып кетпеу керек. Барлығы толығымен еріп, бір текті масса шыққанша миксерлеуіміз қажет. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді оны лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, арасындағы ауасын шығарамыз. Артық ауа қалып кететін болса, тортты тегістеген кезде бізге кедергі келтіреді. Тортты қаптау үшін торт міндетті түрде холодильникте 1 күн немесе кемінде 7-8 сағат тұруы керек. Аз тұрса сіздің креміңіз жарылып кетеді. Кремнің барлығын кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Жұқалап, тура видеодағыдай кремді алдымен торттың жан-жағына, содан соң бетіне жағып шығамыз. Тортты тегістеу барысында поворотный столик пайдаланғандарыңыз дұрыс. Спатуланың көмегімен кремді жағып шығамыз. Мұны біз тегістеу оңай болсын деп жасаймыз. Бір қолымызбен тортты айналдырып тұрамыз. Екінші қолымызбен шпательді ұстап тұрып, 90 градуста шпателімізді ұстап тегістеуге кірісеміз. Крем жетпей қалған жерлеріне аздап кремнен жағып тегістейміз. Артық кремімізді шпательден тазалап тұрамыз. Алдымен тортымыздың шетін тегістейміз, сонан соң бетін спатуланың көмегімен тегістеген ыңғайлы. Барлығын дәл осы видеодағыдай жасап шығамыз. Алдағы уақытта сіздерді көптеген керемет рецепттер күтіп тұр. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тортымызға обтяжка жасап болдық. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақсылықта кездескенше.